Бисмиллах, армысыздар, құрметті оқырмандар. Бүгін мен сіздермен жыравой гепатоз немесе бауырды май басу тақырыбын талдайтын боламын. Бүгінгі тақырыпта сіздер жыравой гепатоз дегеніміз не, ол қандай себептер арқылы пайда болады, және оның түзілуінде қандай процестер болады, қандай диагностика жасауға болады, осыған тоқталатын боламыз. Ал олай болса кеттік. Жыравой гепатоз дегеніміз не? Осы тақырыпта ашайық. Яғни бауырды май басу дегеніміз, ол даже алкоголь қолданбайтын адамдарда да бауырдың структурасының бұзылысы болып табылады. Бауырда майдың жиналуымен және де гепатитпен көрініс табады. Алкогольсіз гепатоздың бірнеше стадиясы болады. Бірінші сатысы ол стеатоз немесе жыравой гепатоз деп аталады. Бұл бауырдың структурасының бұзылысымен көрініс табады, бірақ функциясы толық сақталады, яғни бауырдың қызметі толық сақталады. Бұл саты Аллаға шүкір 100% қайтымды болып табылады. Ал екінші сатысы ол стеатогепатит деп аталады. Бұл бауырдың қабынуымен көрініс табады. Бауырдың структурасымен қатар уже функциясының бұзылысы, яғни бауырдың қызметі бұзыла бастайды. Үшінші және төртінші сатысы цирроз, одан кейін бауырдың обыры болады. Яғни бұл жағдайлар көбінесе әйел адамдарда 40 пен 60 жас аралығындағы әйел адамдарда көп кездеседі. Сондықтан бұндай жағдай болған кезде міндетті түрде біз алдын алуымыз керек. Енді осы жыравой гепатозға алып келетін негізгі себептерге тоқталайық. Ең бірінші себеп ол метаболикалық себептер. Бұл жағдайда бізде семіздік, қант диабеті, холестериннің жоғарғы болуы, гиперлипидемия, қалқанша безі аурулары және көп адамдар өкінішке орай жасайтын ашығу процестері, ашығу диеталары, егер адам 10 күннен артық ашығатын болса және жедел арықтайтын болса, яғни бір айда 4 килограммнан жоғары арықтайтын болса, бұндай себептер әсер етуі мүмкін. Екінші себебі бұл хирургиялық, мысалы гастропластика. Үшінші себеп ол арнайы дәрі-дәрмектерді жиі қолдану. Соның ішінде мысалы глюкокортикоидтарды қолдану, мысалы метипред, немесе синтетикалық эстрогендерді қолдану. Енді бауырдағы майдың жиналуы қалай жүреді, соған тоқталайық. Қалыпты жағдайда гепатоциттер өзінің жұмысы үшін майды қаннан алады және оларды белсенді түрде қорытып энергияға айналдырады. Бірақ май гепатоциттерге көп мөлшерде түсетін болса, онда гепатоциттер артық майды утилизация жасап үлгере алмайды және майдың тамшылары гепатоциттерге отырады. Ол стереотоздың пайда болуына алып келеді. Стеатогепатитте негізгі рөлді триглицеридтер алады. Егер ұзақ уақыт бойы триглицеридтердің мөлшері 1,5 миллимольдан жоғары болатын болса, онда ол стеатогепатитке алып келеді. Бұған алып келетін негізгі себептер бұл триглицеридтердің жоғары болуы, гормональды бұзылыстар және қаныққан майларды көп қолдану, мысалы трансжирлар, маргарин, сондай майларды көп қолдану, өт жолдарындағы бұзылыстар жатады және көмірсулардың метаболизмінің бұзылысы. Бұл көп мөлшерде манная каша немесе жоғарғы сорттағы ұндарды көп тұтыну. Егер сізде триглицеридтердің саны үнемі жоғары болатын болса, онда әрдайым бос майлар бауырға келуін қамтамасыз етеді. Бұл қабыну процестерінің туындауына алып келеді. Қабыну процесі дәнекер тіндердің түзілуіне алып келеді, ал ол өз кезегінде бауырдың қан айналымын бұзады. Кейін ол фиброзға, одан кейін цирроздың пайда болуына алып келеді. Ал енді жыравой гепатоздың диагностикасына тоқталайық. Яғни биохимиялық анализдер арқылы қараймыз. Биохимиялық анализдерден сіздер АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛДГ, одан кейін ГДГ, СДГ-ні қарайсыздар. Потом шелочная фосфатазаны қарауға болады, липидограмманы, ферритин, B12, мочевина, белок сияқты биохимиялық анализдерді қараймыз. Одан кейін УЗИ общей брюшной полости жасаймыз, яғни құрсақ қуысындағы барлық органдарды, әсіресе бауырдың, өттің жұмысын қараймыз. Одан кейін биопсия, ауыр жағдайда, мысалы сізде цирроз немесе
обырға подозрение болған кезде биопсиямен қараймыз. Енді еміне келетін болсақ, онда әрине біз емінде ең алдымен тамақтануымызды дұрыстауымыз керек. Яғни сіздер артық шектен тыс көмірсуларды алып тастаймыз және перекустардың санын азайтамыз. Одан кейін гормональды фонға коррекция жасаймыз. Егер гормональды фонда қандай да бір өзгерістер болатын болса, холестериннің мөлшері жоғары болатын болса, оны түсіреміз. Егер сізде артық салмақ болатын болса, салмақты азайтамыз. Және де физикалық белсенділікті қосамыз. Және біз жировой гепатоз кезінде арнайы дәрілік препараттарды қосатын боламыз. Солай комплексті жұмыс жасау нәтижесінде біз бұл дерттен оңай жеңіл айығуға себеп жасаймыз. Аллаға шүкір, бізде жировой гепатоздар 1 айлық, 21 күндік курстардың нәтижесінде, жеке консультациялардың нәтижесінде оңай жеңіл кетуде. Сондықтан, егер осындай сізде проблема болатын болса, ешқандай көңіл күйді түсіріп керек емес. Ең бастысы, бұл аурудың шешімі бар. Егер сіздерге тақырып қызық болған болса, және сіздер бұл тақырыптан қандай да бір пайда алған болсаңыздар, міндетті түрде комментарийға өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің келесі қызықты видеоларымды көру үшін міндетті түрде біздің каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесі жақсы күндерде жолыққанша.